Кез келген қызметкердің еңбек демалысын алумен қатар әлеуметтік демалысқа шығуға да мүмкіндігі бар. Егер жұмыс істеп сырттай оқитын болсаңыз, әлеуметтік демалысыңыз төленеді. Тек білім алып жүрген оқу орнынан шақырту қағазын алып келсеңіз болғаны. Сондай-ақ жүктілік кезіндегі демалыста әлеуметтік болып саналады. Еңбек кодексінің 111 бабының 1 тармағы бойынша еңбек шарты талаптарының келісімі негізінде қызметкер өтініш жазып, ақы төленбейтін әлеуметтік демалысқа қол жеткізе алады. Семья жағдайына қарасты алуға болады. Отбасын құрған, бала босанған, жақын туыстары қайтыс болған, еңбек және ұжымдық шартта көзделген өзге де жағдайлар кезінде ақысыз әлеуметтік демалыс ала алады. Оны жаңағы әкімшілікпен шешу керек қой, оны әкімшілікпен шешу керек. Қанша уақытқа әкімшілік бере алады? Себебі енді ол жұмыстағы адам ғой. Енді оның жаңағы қанша мына пайдасы бар, жұмысқа немесе кедергі қандай бола ма болмай ма, оның бәрін сол әкімшілікпен шешіп, қанша уақытқа кетіп бара жатқанын соны шешеді. Қызметкердің жазбаша өтініші негізінде күнтізбелік 5 күннен бастап жалақы сақталмайтын демалыс алуға міндетті.